Сәлем балалар, келіңдер, қызықты оқиға тыңдайық. Эстер патшайым өте батыл болды. Ол өз өмірін қатерге тігіп, Парсы патшасына шақырусыз кірді. Бұл өз халқын, яһудилерді құтқару үшін жасалуы керек болатын. Ахасуэр патша тағында отырды. Эстердің кіріп келе жатқанын көріп, ол алтын аса таяғын оған қарай созды. Бұл оның Эстерді қабылдағанын білдірді. Эстер патшайым, сен не үшін келдің? Қандай өтінішің бар? Патшам, мен сені, Хаман екеуіңді түскі асқа шақыруға келдім. Қызметші, Хаманды тезірек осында шақыр. Патшайым бізді түскі асқа шақырып жатыр. Эстер оларға дәмді тағам дайындады. Эстер патшайым, сен тағы не қалайсың? Қаласаң, патшалығымның жартысын саған беремін. Өтінемін, ертеңде түскі асқа кел. Хаманды да ертіп ал. Сонда мен саған не қалайтынымды ашамын. Қу Хаман үйіне жақсы көңіл күймен оралып, мақтана бастады. Мен ең жоғарғы шенеунікпін. Патшайым мені патшамен бірге ас ішуге шақырды. Тек мені ғана. Мен ертеңгі күнге де шақырылдым. Бір ғана нәрсе мені ашуландырады. Мардохай әлі де маған бас имейді. Сен оның өзін осылай ұстауына жол бересің бе? Мына яһудиді дарға асуға бұйрық бер. Эстер өзінің асыраушысы әкесі Мардохай үшін Хаманның дар ағашын дайындап қойғанын білмеді. Бұл 25 метрлік үлкен дар ағашы болды. Бірақ Құдай бәрін көріп тұр. Құдай билік етеді. Ол түнде Ахасуэр патшаға ұйқы бермеді. Қызметші, мен ұйықтай алмай жатырмын. Менің күнделікті жазбалар кітабымды әкеліп, маған жақында болған оқиғаларды дауыстап, оқып бер. Күнделікті жазбалар кітабында Мардохайдың патшаны қастандықтан қалай құтқарғаны туралы жазылған еді. Бұл үшін Мардохайға қандай сый құрмет көрсетілді? Оған ештеңе де істелген жоқ. Келесі күні Хаман патшадан Мардохайды дарға асуға рұқсат сұрамақ болып сарайға келді. Хаман, патша құрмет көрсетпек болған адамға не істелуі керек? Хаман патша өзіне құрмет көрсеткісі келеді деп ойлап қалды. Сол адамға патша киімін кигізіп, басына тәжі кигізіп, содан кейін патша аттарының біріне мінгізіп, қала көшелерімен оны жетелеп алып жүру керек. Ал патшаның қызметшісі қасында жүріп, бұлай дауыста байқайлауы керек. Міне, патша құрмет көрсетпек болған адам. Хаман, сен қазір Мардохай үшін мұны істейсің. Хаманның жүзі қуарып кетті. Келесі шығарылымда сендер бұл киелі кітап оқиғасының қалай аяқталғанын біле аласыңдар. Жақында кездескенше балалар, менің атым Әлия.